Баршаңызға сәлем, қайырлы күн болсын, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге балды, яғни медовый торттың рецептін бөлісетін боламын. Балды тортты мен ұсынған рецептпен жасап көрсеңіз, дәмі ерекше естен кетпейтіндей, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Чаймен ішкенге тәтті тіске басарлардың бірі. Достар, көбісі менің каналыма тіркелмей рецепттерімді қарайды екен. Ең алдымен каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Рецепттің описание бөліміне толықтай жазып кетемін, яғни осы торттың аты жазылған жерді бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Ең алдымен табамызға су құйып, оттыққа қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін бал салынған ыдысымызды қайнап жатқан судың үстіне құямыз. Үстіне сары майымызды салып, лопатканың көмегімен сары май ерігенше жақсылап араластырамыз. Сары майымыз міндетті түрде толықтай медқа бірігіп еруі қажет. Үстіне 1 шай қасық сода және де жарты шай қасық яблочный уксусымызды қосып, реакция бергенше лопатканың көмегімен жақсылап массамызды араластыратын боламыз. Мінекей, өздеріңіз видеода көргендей массамыз осылай көпіруі қажет. Ендігі кезекте илегіштен ұнымызды өткізіп аламыз. Бұл міндетті түрде, себебі біздің қуыршақтарымыздың биік болып шығуы үшін ұнымыз илектен өткізілуі керек. Ендігі кезекте қантымыз бен жұмыртқамыз ыдысымызға салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше, жұмыртқамыздан көбік шыққанша осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бал мен сары май қосылған массамыз суығаннан кейін, яғни қолымызды салған кезде күймейтіндей болу керек. Одан кейін жұмыртқа мен қант қосылған массамызды құйып, жақсылап тоқтамай венчиктің көмегімен араластырамыз. Оны араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, дәл өздеріңіз видеода көргендей венчикпен араластырамыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке қосып араластырамыз, себебі бірдесен салсаңыздар араластыру қиын болады. Қоюланған қамырымызды лопатканың көмегімен араластырамыз. Бірікпей қалған ұндарымызды осы лопатканың көмегімен қамырымызға біріктіреміз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, қолымыздың көмегімен жаңа пакеттің сыртынан тегістеп, тоңазытқышқа 30-40 минутқа салып қоямыз. Сонда қамырларымыз өзінің формасын ұстап, қолға жабыспайтындай болады. Мінекей, біздің тоңазытқыштан шыққан қамырымыз. Енді осыны 9 бөлікке пышақпен бөліп шығамыз. Достар, менің YouTube каналымда арнайы сіздер үшін пиндодо курсының өтеді сабақтарын түсіргенмін. Қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бөлінген қамырларымызды ұнымызға аунатып, астына пергамент қағазын жайып, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ұнымызды көп сеуіп жүрмеңіздер, себебі біздің қуыршақтарымыз қатты болып қалады. 22 немесе 24 сантиметрдегі формамызды қолданамыз. Жаңа жайылған қамырымыздың үстінен осылай кальцияумызбен кесіп шығамыз. Сонда жаңа қуыршақтарымыз піскен кезде шетіндегі қамырлар оңай алынатын болады. Қуыршақтарымыз пісіп жатқан кезде ортасынан шарик шығып кетпес үшін алдын ала шанышқының көмегімен осылай қуыршағымыздың орталарын кесіп шығамыз. 200 градуста алдын ала қызып тұрған печкамызда 5-7 минут көлемінде пісіріп аламыз. Әркімде пеш әрқалай, біреуде тез пісуі мүмкін, біреуде жай пісуі мүмкін. Сондықтан да қуыршағымызды пісіріп жатқан кезде мұқият болыңыздар. Қуыршақтарымыз піскеннен кейін кальцияумыздың көмегімен тағы да үстін басып, артылған қамырларды алатын боламыз. Медовый тортына кез келген кремді қолдануға болады. Мен сары май және де сгущенка қосылған кремді пайдаландым. Екеуін табамызға салып, миксердің баяу қозғалысынан бастап, қатты қозғалысына дейін бірнеше минут көлемінде осылай араластырып аламыз. Біздің балғын әрі дәмді креміміз дайын болды. Креміміз міндетті түрде қою болуы керек. Қуыршақтарымыздың шетінен қалған осындай артық қуыршақтарымызды салафанымызға салып, басын осылай байлап алып, оқтаудың көмегімен жаңағы қуыршақтарымызды үгітіп аламыз. Достар, менің YouTube каналымда ең оңай жасалатын медовый торттың рецепті бар. Оны описание бөліміне сілтемесін қалдырып кетемін. Оны да көріп жасасаңыздар болады. Артылған қуыршақтарымызды осылай майдалап алдым.
Өздеріңіз видеода көріп тұрсыздар, біздің артылған қуыртарымыз осылай майда болуы керек. Тортымызды жинайтын сәт келді. Қараңыздар, біздің қуыртарымыз өте нәзік болып пісіп шықты. Енді кальцомызға салып, 1-2 ас қасықтан кремімізді салып, лопатканың көмегімен кремдерімізді тегістеп, бірінен кейін бірін қуыртарымызды қойып, тортымызды жинап шығамыз. Егер де сіздерде кальцо болмаса, кальцосыз-ақ жинай берсеңіздер болады. Кальцо дегенім осы торттың шетінде тұрған темір, яғни форма. Тортымызды жинап болғаннан кейін бетіне оформление жасамай тұрып, холодильникке 2 сағатқа немесе 1 түнге қалдырасыздар. Мен кремнің жақсы сіңуі үшін 1 түнге қалдырдым. Ендігі кезекте бетіне крем жағып, шеттерін барлығын оформление жасайтын боламын. Жаңа алдын ала үгітіліп алған ұнтақтарымызды пайдаланамыз. Ең алдымен кремдерімізді толықтай жағып шығатын боламыз. Торттан кремін жағып болдым. Енді ұнтақтарын осылай шеттеріне, бетіне сеуіп шығамын. Тортымыз дайын. Әрі қарай тортты өздеріңіздің дизайндарыңыз бойынша сәндесеңіздер де болады. Кез келген жеміс түрін қолдансаңыздар да болады. Мен бүлдірген деп аталатын жемісті пайдаландым. Біздің жемісіміз алдын ала морозильникте, яғни тоңазытқышта тұрған. Дәмі естен кетпейтіндей дәмді, өте ерекше, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатын балды тортымыз дайын. Бізге ас болсын. Видео пайдалы болып ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.